Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта біз карстық аймақтардағы бедер пішіндерінің дамуын қарастырдық. Шөккен бойынша мына жерде суретте қарастырып отырсаңыздар, АА ол енді қалың қабатты әктасты тау жыныстары. Еске салып кетейін сіздерге, ББ ол су өткізбейтін қабат, және келесі П карст шұңқырлары, жер астындағы П қуыстармен жалғасқан опырылып қалған орындар, оқпандарды көрсетіледі. Кіші әріппен АА ол аэрация белдеуі. Ары қарай қарастырсақ, ББ кіші әріппен ол суға мерзімді қаныққан қабат көрсетілген. БЦ суға үнемі толық қаныққан қабат болып келеді. Енді төменгі қабатты қарастырсақ, бұл суретте біз қарастырып кеттік, суға үнемі толық қаныққан қабат болып келеді. Мұның жоғарғы шекарасы жер асты судың ең төменгі деңгейі, ал төменгі шекарасы су өтпейтін қабат болып келеді. Бұл белдемде судың жазық бағытта циркуляциясы басымды болады. Бұл қабат карст аймағының шет жағаларында өзендердің бастауы және бұлақ көздері жер бетіне шығатын белдем. Сондықтан осы тақырыпты мен сіздерге кішкене қайталап кеттім. Және де осы жерде қай жерде карст пішіндер мен карст құбылыстары дамыған екенін қарастырып кетейік. Карта бойынша Қытайда, Түркияда, Қазақстанда, Россияда жиі кездесіп тұрады, және Қазақстанда көптеген кішігірім карст пішіндер, мысалы Қаратау жотасында, Маңғыстау және үстірт жазықтарында өте дамыған. Және де осы Орыс жазығы бойынша айта кетейін, құбылыстар Орыс жазығында, Қырымда, Кавказда, Орал тауларында, Югославияда және ақш-та дамыған. Енді біз ары қарай жалғастырып кетейік. Судың тік бағыттағы циркуляциясы мейлінше қарқынды болса, карст тау жыныстарының еру процесі оқпандар, панорлар деген қуыс пішіндердің пайда болуына әкеліп соғады. Бұл жердің бетіне тік келген табиғи құбырлар, іспетті бетті ашылған, тастаған немесе індер тәріздес көрініс береді. Тереңіректе оқпандар судың тік бағыттағы циркуляциясы нәтижесінде әртүрлі қуыстардың жүйесіне ауысады. Оқпандар ұлғайған сайын екінші карстық пішіндерге, яғни карстық шұңқырларға, карстовые воронки дейді оларды, ауысады. Карстық шұңқырлар жер бетінде жиі тараған. Олардың көлемі және сыртқы бейнесі карстық бейнесі карстқа ұшыраған карст шұңқырларда пайда болуы тау жыныстары материалын еріп сумен жайылып кету процесімен бірге сазды және ұсақ құмайтты бөлшектерінің төмен сүзіліп кетуімен ораласа,
жүреді, яғни суффузия процесі байланысты. Мұндай пішіндерді карсты суффузиялық шұңқырлар дейміз. Батыс Еуропа құжаттарында осындай әртүрлі кішігірім келген тұйық ойпандарды қазан шұңқырлары және таяз карстық құдықтары долина деп атайды. Карстық пішіндер жер асты суларының ағынына немесе карсталған тау жыныстарының геологиялық құрылымына байланысты жер бетінде әркелкі орналасады. Егер карст тектоникалық жарылымдар бойынша өрістесе, карстық шұңқырлар созыла сағаланатын тізбек құрайды. Карст аймақтарының үңгірлері мен және аңғарларын байқастырып кетсек, жер астындағы жарықшақтар бойымен аққан сулар олардың ірге жақтарын ерітіп қалыптасқан қуыстарды одан әрі ұлғайтып кеңейте береді. Енді осы үңгірлер және аңғарлар мен өзендердің түсініктемесін біз ары қарай келесі жолы